Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет бауырдан бауыр тортыны жасайтын боламыз. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде ең алғашқылардың бірі болып, менің әрбір шығарған контентімді тамашалайтын боласыздар. Бауырды жақсылап жуамыз, одан кейін ұсақтап тураймыз. Ұсақтап туралған бауырымызды осылайша ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ет тартқыштан өткізбей, блендермен бірден майдаласаңыз да болады. Ол енді әркімнің өз еркі. Одан кейін басқа бір шұңғыл ыдысқа 3 жұмыртқамызды жарып саламыз. Оған тұзымызды, қара бұршымызды қосамыз. Одан соң 250 граммдай сүтті қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласқаннан кейін 150 граммдай ұнымызды осылай жайлап біртіндеп салып отырып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің сұйықтығымыз да дайын болып қалды. Белгілі бір массамыз дайын болды. Енді бұны жаңағы ет тартқыштан өткізіп дайындап қойған бауырымызға қосамыз. Енді осы қосылған сұйықтықтарды жақсылап осылайша араластырып аламыз. Мінекей жақсылап араластырып алдық. Енді 50-60 граммдай сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді блендерменен осы сұйықтығымызды осылайша жақсылап араластырамыз. Блендерменен араластырған кезде ішінде ешқандай іртіктер қалмайды, жақсы ұсақталады. Бір 2 минуттай осылай блендерменен араластырған кезде әдемі сұйықтық пайда болады. Егерде дайындаған сұйықтығыңыз, массаңыз кішкене қоюлау болса, тағы да кішкене сүт құйып жіберсеңіз болады. Енді біз соусымызды дайындаймыз. Ол үшін майонезге ұсақтап туралған чесногымызды және аскөгімізді қосып, осылай жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Алдағы уақытта осы соусымыз коржылардың арасына жаққанға қажет болады. Одан соң келесі бір тағы да салмамызды дайындаймыз. Дайын болған коржылардың арасына жаққанға бұл да қажет болады. Пиязды ұсақтап турап аламыз да, кішкене май құйып, майды аз құю керек. Кішкене майға пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін теркадан өткізілген сәбізімізді үстінен қосып, осылайша жақсылап қуырып аламыз. Кішкене тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып, осылай жақсылап қуырып аламыз. Қуырылған бұл салмамызды одан кейін суытып қоямыз. Енді табамызды қыздырып, жаңағы бауырдан тартылған сұйықтығымыздан осылайша коржыларымызды дайындап аламыз. Немесе күлшелерімізді дайындап аламыз, бауыр күлшелерін. Шамаменен 2 минуттай уақытта коржыларды пісіріп алуға болады, бір коржыны. Бірінші бетін кішкене ұстап тұрамыз, ал екінші бетін аз ғана уақытта пісіріп алуға болады. Шамаменен бір ожау сұйықтықты құйып, осылай айландырып отырып, осылай дөңгелекше етіп дайындап аламыз.
бір жағы піскеннен кейін екінші жағына аударамыз. Мінекей осылайша барлық күлшелерімізді пісіріп аламыз. Мінекей мен барлығын пісіріп болдым. Менде 12 коржы дайын болды. Енді оның бетіне ұсақтап, кейін безендіргенге мінекей 2 жұмыртқаны теркадан өткізіп дайындап қойдым. Енді осы күлшелеріміздің, коржыларымыздың барлығын жинаймыз. Үлкен бір ыдысқа осылайша қойып, жаңағы дайындап қойған соусымызды осылай барлық жеріне тигізіп, осылай жаймалап шығамыз. Оның үстіне сәбіз бен пияздан дайындалған салмамызды жағамыз. Барлық жеріне бір тегіс болып жағылу керек. Енді оның үстіне келесі күлшемізді қойып, тағы да осы жаңағы жасаған әрекеттерімізді қайталаймыз. Тағы да соус, майонезден жасалған соусымызды жағамыз. Оның үстіне сәбіз бен пияздан жасалған салмамызды қойып, оны да осылай жаймалап, жақсылап, барлық жеріне тигізіп, жағып шығамыз. Мінекей барлығына жағып болдым. Одан кейін бетін безендірдім. Жаңағы 2 жұмыртқаның ағын ортасына, шет-шетіне сарысын үгітіп қойып, және де қалған аскөктерімді осылай себелеп шықтым. Мінекей менің тортым дайын болды, бауыр торты. Бұл тортты дайындап болғаннан кейін 2-3 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Сол кезде жаңағы күлшелердің арасына жағылған соустарымыз, салмаларымыз жақсылап сіңіп, бір-біріне дәмдері сіңіп, өте керемет болып шығады. Мінекей мен тоңазытқыштан алдым. Бауыр тортын енді кесіп көргелі жатырмыз. Жұп-жұмсақ, әдемі болып, осылай дайын болған. Мінекей қараңыздар, қатпар-қатпар, өте әдемі көрінеді. Мінекей менің жасаған бауыр тортым осындай болып шықты, өте керемет. Бүгін мен бауыр тортын бірінші рет жасап отырмын. Бір жасағаннан осындай өте керемет болып шықты. Ешқандай да қорықпай, осылайша жасай беріңіздер. Алғашқыда кішкене кемшіліктері болуы мүмкін менің тортымдағыдай. Кішкене кейбір жерлер қисықтау болып қалған, ештеңе қылмайды. Бірақ көрінісі өте әдемі, әрі өте дәмді болып шықты. Мінекей таңғы шайға бауыр тортынан қойып шай ішкелі жатырмыз. Сау болыңыздар.